Баяғыда бір еңбекқор, сүйкімді, мақта қыз өмір сүріпті. Бір күні ол қазақи үйін жинап жүреді. Мақта қыз жерден жалғыз мейіз тауып алып, мысықты шақырды. Қыз мысықты шақырды, бірақ мысық әдейі келмей қойды. Келмесең келме. Неге шақырдың? Ендеше қатығыңды төгем. Мен құйрығыңды кесіп аламын. Апа, құйрығымды берші. Енді айтқаныңда тыңдаймын. Менің қатығымды төле. Ол үшін балалар менің тапсырмаларымда орындасын. Балалар, маған көмектесесіңдер ме? Мақта қыздың тапсырмаларын орындайсыңдар ма? Ендеше мұқият тыңдаңдар. Бірінші тапсырмам. Электронды сағаттарда көрсетілген уақытты таңертеңгі, күндізгі, түнгі, кешкі сөздерін қолдана отырып ата.